Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйірер дәл осылай пахлаваның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны жоғалтпас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымыздың үстінен бөлме температурасына сары майымызды салып, қолдың көмегімен крошка дайындап, 2 дана жұмыртқамыздың сарысын салып, оның үстінен қаймағымызды салып, және разрыхителімізді салып алатын боламыз. Керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын болам. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай барлығын салғаннан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елеп дайындап алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды тындыруға қоямыз. Енді жаңағы жұмыртқамыздың 2 дана жұмыртқамыздың ағына аздаған шекерімізді сала отырып, жақсылап ақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап барлығын миксерлеп алғаннан кейін оның үстінен алдын ала дайындап алған жаңғақ мейіздерімізді өзіміздің қалауымыз бойынша салсақ болады. Мен осылай тал жаңғақты және жер жаңғақты езгілеп салып алдым. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық керекті грамм массаларды осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырған. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Осылай жаңғақтарымыздың барлығын салып араластырып, осылай арасына жағатын салмасын дайындап алатын боламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. 260-тан астам рецепттер өте көп, үй жағдайында жасалатын әртүрлі тағамдардың, пісіріктердің рецепттері көп. Содан көріп жасап көрсеңіздер болады. Тынған қамырымызды алып, осылайша 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. 3 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін дәл видеодағыдай етіп жайып, пергамент қағаз төселген листімізге қамырымызды орналастырып аламыз. Оның үстіне жаңа дайындап алған салмамызды салып, осылайша жазып алатын боламыз. Дәл осылайша барлығын жағып, бір тегіс етіп жағатын боламыз, достар. Осылай бірінен соң бірін қамырымызды, екінші қамырымызды жайып, оның да үстінен жабыстырып, оның үстіне салмамызды салып, одан кейін үшінші қамырымызды жайып, дәл солай жасап аласыздар. Міне екінші қамырымды жайып, бетіне жауып, осылай шеттерін бәрін біріктіріп жабыстырып аласыздар. Онан соң үстінен салмамызды салып, үшінші қамырымызды дайындап алатын боламыз бетіне. Үшінші қамырымызды бетіне жауып, жан-жақтарын бәрін жабыстырып, бір керкі жағын кішкене бүгіп өріп шықсаңыздар да болады. Барлық шетін осылайша өріп, үшінші қамырымызды осылай дайындап алғаннан кейін, енді осы қамырымыздың барлығын шеттен осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп бүгіп кішкене өріп аласыздар. Барлық жері бірдей бірігіп тұруы керек. Осылайша барлығын дайындап алғаннан кейін пышақтың көмегімен осылай бетінен кішкене сызы қылып, кесетін ұзорларын сызып алатын боламыз. Мен 4 бұрышты етіп сыздым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сызсаңыздар болады. Жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар заттармен жасайсыздар. Аса қатты қалтаға ауырлық түсірілмейтін. Дәл осындай пахлаваны сіздер де жасап көріңіздер. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, осылайша бетіне жағып алғаннан кейін, осылай орехтарымызды, яғни тал жаңғақтарымызды дәл осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Барлық жеріне дәл осылай қойып, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Арасында қамырымыз піспей қалады деп ойламаңыздар, арасында қамырымыз да піседі. Міндетті түрде қызып тұрған пешімізге қоюымыз керек. Осылайша барлық тал жаңғақтарымыздың барын осылай бетіне қойып сәндеп алдым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде дәл осылай пісіріп алдым. Енді дәл видеодағыдай етіп кесіп, сызығы бойынша кесіп, қонақтарыңызға, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Достар, менің пахлавам ұнаған болса, рецепті жоғалтпас үшін каналыма міндетті түрде подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.